Сәлеметсіздер ме, құрметті нәрбіздарым, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен жалпы биологияның 6-шы бөлімін өтеміз. Мына жерде 5-ші бөлім, құдаймен презентация жасағанда қай көзімен жазамын? Кешірім сұраймын енді. Бірақ мен презентацияға ақпарат жазғанда мен өтірік жазбаймын. Барлық ақпарат шын тексерілген. Бірақ грамматикалық қателер енді болуы мүмкін. Алайда мен бәрін ауызша түсінемін ғой, сол үшін мән алдырмаңыз. Бұл негізі 6-шы бөлім, яғни 6-шы видео, тыныс алу бөлімі. Осы видеоны қарау алдында менің нәрбіздарым 7-ші және 8-ші сыныптағы тыныс алу қарап алыңдар. Сендер газ алмасу, тыныс алу қалай болады, қандай мүшелер қатысады, ұмытып қалсаңдар қарап алыңдар. Себебі біз қайталамаймыз. Біз қазір сендермен жасушаның тыныс алуына көшеміз жалпы. Егер мені бірінші көріп отырсаң, жас түлек, оқушы, мұғалім, немесе жай адам, қарапайым, үлкен адам болсаңыз, менің атым Еркәділ, осы ribosome.kz авторының каналымын. Биологияны осы кітаптарды қарағанда, осы кітаптарды мен оқытамын, ұбт-ға дайындаймын, мектептегі сабақтарды түсіндіремін. Және осы YouTube каналда сендер тегін видео сабақтар көре аласыңдар. Қарапайым мектепке барып білім алу тура осы YouTube каналдағыдай болады. Бірақ мен қызықты түрде қысқаша ақпараттармен түсіндіремін. Жалпы ең алғашқы анаэробтар, мына жерде кішкене қатемен жазылған, ештеңе кетпейді, себебі өмір одан ұзамайды. Маған комментарийға жазуға керек емес. Видео қашан шығады, неге ұзақ, неге видео шығармайсыз? Менде негізінде уақыт көп емес, достар. Менде негізі шаруалар өте көп. Мысалы, сабақ оқу кезінде мен өзім оқушымын әлі, және мен сабақ оқығанда көп энергия, көп жұмыс болады. Менде шынымен видео түсіретін уақыт болмайды. Мен сонымен қатар қиын бір мектепте оқығам, ол жерде жалпы расписание, мен 2 сменада оқығам. Сол үшін үйге тек қана кешке, түнде ғана келетін. Және бір какой-то бір ауысып кеткен әріптер презентацияда ешқандай өмірді өзгермейді. Ең бастысы ол түсіну. Мен ойымша биология бұл ғылым. Ғылымда грамматика, шығармашылық керек емес. Ең бастысы білімді толық жеткізсең ғана болды. Әрине, әр қазақ сауатты болу керек. Алайда мен кішкене енді сауатсыз емеспін, бірақ презентация жасаған кезінде кейбір қателіктер болуы мүмкін. Ештеңе кетпейді. Ал енді ең алғашқы анаэробтар білесіңдер, бұл оттегі жоқ ортада тіршілік ететін ағзалар, ол бактериялар. Ең алғашқы анаэробтар бұл археобактериялар болған. Олар бұрында энергияны оттексіз алған. Біз білеміз ғой, энергияны қалай алу? Энергияны біз тамақтан аламыз и тыныс алудан аламыз. Біз тамақты жегенде тыныс аламыз ғой, екеуін қосылған процесі зат алмасу нәтижесінде энергия аламыз. Бірақ та бұрынғы анаэробтар 4,5 миллиард жыл өмір сүрген, тіршілік еткен анаэробтар оттексіз энергия алған. Ол тотығу, гликолиз нәтижесінде болған. Алайда 1,5 миллиард жылға созылған кезінде, яғни осы 4,5 миллиард жыл бұрын, осы археобактериялардан кейін хемосинтетиктер пайда болған. Біз сендермен эволюцияны өтеміз, сонда айтамыз. Жалпы хемосинтетик бұл жердегі алғашқы оттекті түзген, алғашқы оттекпен біздің жерімізді толтырған, атмосфера қабатын түзген жалпы ағзалар. Оған цианобактерия, көк жасыл балдыр жасушасы кіреді. Бұл бактериямен жалпы бактерияның түрі, алайда бұл балдыр, себебі бұл балдырға өте ұқсас, олардың симбиоз деп айтуға да болады. Бұл көк жасыл балдыр. Яғни жерде цианоп бактерия деп жазылып тұр, бірақ бактерия. Жарайды, екінші қате ешіне кетпейді. Енді қараңдар, сендерде мына кесені мұқият қарайық. Сендерде мәтін түрде жазылған, бірақ мен сендерге жалпы кесе түрде жазып бердім, себебі жаттау жеңіл болу үшін. Бұл тыныс алу кезеңдері. Жалпы жасушада тыныс алу болғанда 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең дайындық кезеңі. Дайындық кезеңі біз сендермен ас қорыту, қорыту видеосын өттік, торсында ферменттерді өттік. Жалпы пепсин, амилаза, лепсин, трипсин, лизоцим ферменттерін өттік. Бұл ыдырату катализатор қызметін. Яғни дайындық кезеңі бұл ас қорыту жүйесі немесе лизосомаларда болатын кезең. Біздің қарапайым тамақ бірінші асқазанда ыдырайды. Жасушада ол лизосом арқылы ыдырайды, органоид. Бізде адам асқазан арқылы ыдыратады, ал жасуша лизосом арқылы ыдыратады тағамды. Кейбір өсімдік жасушалары вакуоль арқылы ыдыратады тағамды. Жануар жасушалары лизосома. Яғни біз тағамды ыдыратамыз, и ол пока энергия бермейді. Ол бірінші кезең дайындық кезең, яғни ас қорыту кезең деп айтайықшы оны. Тамақ қорытылады. Біз білеміз ғой, энергияны тамақтан аламыз ғой. Осы тамақ барады. Алайда бұл пока АТФ0 молекуласын береді. Энергия тек қана жылу түрде, жылыну, қорғану түрде біледі, бірақ біздің
энергия, жұмыс істеу үшін энергия, қуат, мықтылық үшін энергия пока жоқ. Екінші кезең оттексіз кезең, яғни оттек қатыспайтын кезең, бұл гликолиз деп аталады. Ол уже цитоплазмада жүреді. Лизосом емес, цитоплазмада. Біздің жасушаның ішіндегі тұтқыр сұйықтықта сұйық ортада болады. Не істейді? Жалпы гликолизді қысқаша айтсақ, бұл глюкозаның, мысалы, қарапайым сіз, мысалы, міне, шоколад жейсіз ғой. Шоколадтың құрамында глюкоза бар. Бұл органик зат, көмірсу. Ол ыдырайды и көмірсуға айналады. И не болады? Глюкоза ыдырайды. Потом екінші кезең бастады. Вот ыдырады, иә? Мынау шоколад кетті, асқазанда ыдырап кетті химиялық заттарға. Хорошо, цитоплазмаға түсті, глюколиз басталды, оттек жоқ ортада, анаэробты процесс. Және осы глюкоза ыдырайды пирожүзім қышқылына және сүт қышқылына. Пирожүзім қышқылы, пировиноградная кислота және сүт қышқылы. Сүт қышқылы бұл лактата. Лактата білетін шығарсыңдар. Бұлшық етте жиналатын лактатаны мықтылық беретін, жалпы качоктарда көп болатын осы сүт қышқылы ғой. Энергия бұлшық етте болады ғой. Сол бұлшық етке баратын сүт қышқылы лактата, глюкоза. Яғни қанттан біз энергия аламыз. Қант бұл энергия көзі ғой негізінде. Және нәтижесінде 2 молекула АТФ аламыз. Жалпы егер біз өте дамыған сүтқоректілерді адамдарды айтсақ, осы 3 кезең бірге жүреді. Ал егер біз какой-то бір, енді боғаусыз айтпақ қойын, бір мәңгі деп айтайық, мәңгі бір топас бір бактерия болсын, оларда тек қана 2 кезең. Оларда оттекті кезең болмай, себебі бактерия бұл анаэробтағы зат. Және бактерия кішкентай бізге қарағанда көзге көрінбейді. Оларға 2 АТФ, 2 молекула осылай жетеді ғой. А бізге 38 АТФ керек. Сол туралы қазір айтамын. Үшінші кезең оттекті кезең, яғни осы пирожүзім қышқылы или сүт қышқылы глюкозадан бөлінген. Барады да оттекпен әрекеттесіп, не істейді? Су және көмір қышқыл газға ыдырайды. Және осы процесс митохондрияда болады. Еске түсірейік, митохондрия бұл жасушаға энергия беретін органоид. Нәтижесінде бізде 36 АТФ түзіледі. Мен айттым, мысалы адамда осы 3 кезең бірге болғандықтан жалпы 38. Енді 36 қосу 2 38 ғой. Сол үшін бізде жалпы 38 АТФ бөлінеді. 2 АТФ гликолиз, яғни оттекс процесс. Қалған 36 бізде оттекті кезеңнен. Оттекті кезең сендерде крепс цикл деп аталады. Митохондрияда жүріп өте қиын. 10 сыныпта өтеміз, бірақ 9 сыныпта осылай берді. Енді химиялық жағынан көшейік. Мына жерде қарасаңдар, бірінші сурет емес, екінші суретке қараңдар. Біріншісі бізде глюкоза, фотосинтез процесін өткенде біз айттық, глюкоза бізде С6, H12O6. Ол оттекпен әрекеттеспей жай ыдырайды сүт қышқылына. Нәтижесінде 2 АТФ бөледі. Бұл гликолиз процесі, гликолиз деп аталады. Потом осы лактата сүт қышқылы бөлінді ғой, гликолиза. Ол оттекпен әрекеттесіп аэробты процесс, оттекті процесс басталады. Уже крепс циклы, митохондрияда болады ол. И уже осы зат әрекеттесіп ыдырайды, яғни тотығат жанады, оттекпен әрекеттескен жанады ғой химияда. И көміршіл газ және су. Біз химияда өтесін, любой затқа оттек қосан, көміршіл газ және су түзілу керек. Міне. И олар уже 36 АТФ түседі. Жалпы 38 АТФ. Енді қараңдар, гликолиз кезінде тек сүт қышқылы, лактат және пирожүзім қышқылы түзілмейді. Жалпы гликолиз кезінде көбінесе адамдарда бұлшық етте жиналатын лактат энергия беретін. Ол жалпы гликолизді сүт қышқылы, лактатаға және пирожүзім қышқылына ыдырайды. Пирожүзім қышқылы формуласы С3H4O4 шатаспасам. Немесе, солай шығар. Егер білсеңдер, комментарийға жазып алыңдар. Мысалы, лактат сүт қышқылының формуласы С3H6O3. Мына реакцияда қарағанда. Ал пирожүзім қышқылы кішкене ұмытып кеттім. Кім біледі, комментарийға жазып алыңдар. Ал енді қараңдар, мен айттым, гликолизда тек қана осы 2 зат түзілмейді. Кейде, мысалы, бактерияларда маринад бар ғой, етті маринадқа майонезбен сыртын салып қоясыз ғой етті, сосын уақыттан кейін тәтті болады. Бұл маринад, бұл ашыт, немесе сүт өнімдерін жасағанда, ашытқы, дрожжи қолданғанда ашу, шіру, сіркесу, қышқылдану деген сияқты реакциялар жүреді. Осы кезінде гликолизда этил спирті, қарапайым біз спирт бар ғой, аптекада сататын спирт, арақтың құрамындағы спирт, этил спирті және көміршіл газ. Осы екеуі бізде глюкозадан ыдырауы мүмкін. Мен айттым ғой, глюкоза, яғни көмірсуларға спирт кіреді. Себебі химиялық формасы бірдей.
көмірсуларда, яғни қанттарда бізде көміртек, оттек, сутек болады, 3 элемент қана. И спиртті тоже. Этил спирттің формуласы С2H5OH. Қосылған СО2, яғни көміршыл газ, и 2 АТФ. Потому что глюкоз ғой, глюкозда 2 АТФ түзіледі. Міне, химиялық реакциясы берілген. Ал мынау ең алғашқы суретті қарайық. Гликолиз, тек қана гликолиз алсақ, екінші кезеңі, оттексіз, анаэробты кезең. Осы кезде глюкозаның глюколизға айналу үшін, яғни лактатаға сүт қышқылы, или же пирожизм қышқылына, или же осы этил спиртін ыдыраған кезінде глюкозаның 10 фермент керек, 10 процесс. Айттым ғой, бұл тоже қиын. Жалпы 10 фермент керек. Әр фермент бір-бірден, глюкоза бірінші бір ферменттен бір нәрсеге айналады. Екінші ферменттен басқа, үшінші ферменттен басқа. Осылай 10 процессті үдерісті өтеді реакцияны. Сосын ғана ол ыдырайды и 2 АТФ түзеді. Өте қиын. И даже аэробты, митохондрияда жүретін Кребс циклі өзі, білмеймін, неше реакциядан, 16 ма, 17 реакциядан тұрады, шатаспасам. Өте қиын, 10-сыныпта өтеміз. Так, енді есептерге көшейік. Осы тақырыпқа қатысты есеп болуы мүмкін, бірақ олар өте жеңіл. Есеп шығару кезінде мен есеп сендерге шығарып бермеймін. Себебі есепті өздерің шығару керексің. Мен түсіндірем, қандай шама қолдану керек, анау. Мүмкін YouTube-та шортс бар ғой, қысқа видео, рилс сияқты. Сондай видеоларға мүмкін шығарым. Осындай бір есеп шығаратын. Енді қарайық. Жалпы адам толық аэробты, оттекті тыныс алу кезінде 38 АТФ түзеді. Енді қарайық, 1 АТФ 30,6 килоджоуль энергияға ыдырайды екен. Сонда біз көбейтсек, яғни осы 30,6-ны көбейтсек 38-ге, себебі бізде 38 АТФ, бізде 1162,8 килоджоуль шығады. Оның ішіндегі 1101,6 бұл аэробты, яғни Кребс циклынан алған 61,2 килоджоуль уже анаэробты кезінен бөлінген. Екеуі қосылғанда уже 1162,8 килоджоуль бөлінеді. Енді сендерде қараңдар, тыныс алу тиімділігі деген бар. Яғни тыныс алу кезіндегі оттек мөлшері, көміршыл газ мөлшері, газдар мөлшері қалай өзгереді, тиімділігі қаншалықты есептеу үшін сендерде мына формула бар. АТФ санын, мысалы қараңдар, адам сүтқоректілер 38 АТФ-пен тыныс алады. Бірақ бактериялар 2 АТФ-пен. Ал қалған ағзалар ше? Қалған ағзалар қалай тыныс алады? Может оларда 15 АТФ, может оларда 16 АТФ. Білмейсіз ғой, осыны есептеу үшін және қанша энергия алады осы жалпы тыныс алудан, сендер АТФ санын, ол әртүрлі болады. Оларды осы санды көбейтесіңдер 30,6-ға. Себебі әр АТФ 30,6 килоджоульға тең. Нәтижесінде сендер энергияны табасың. Қанша энергия алады? Какой-то бір АТФ саннан, X саннан. Келесі глюкоза. Біздің білетін 1 моль глюкоза, яғни бір молекуласы 2812 килоджоульға ыдырайды екен. Ал енді биологиялық жүйе тиімділігі деген зат бар. Екінші формула бұл не? Яғни биологиялық жүйе тиімділігі дегеніміз бұл глюкозадан қанша энергия алатындығы көрсетеді. Мысалы, 2 глюкоза болса, 2812-ге 2-ні көбейтесіңдер. 3 глюкоза болса, 3-ге көбейтесіңдер и кетеді. Яғни қанша глюкоза бар, соны көбейтесіңдер 2812-ге, нәтижесінде энергия шығады. Тура ана форма сияқты. Келесі тыныс алу пәк. Тыныс алу пайдалы әрекет коэффициенті. Яғни тыныс алу тиімділігін бөлеміз биологиялық жүйе тиімділігіне, сосын осы шыққан санды біз көбейтеміз 100%-ға, сонда бізде шығады. Жалпы тыныс алуда бізде әр қашан бұл тұрақсыз шамамен 40% болады. Пәк пайдалы әрекет коэффициент бізде процентпен, яғни пайызбен саналады. 40%-ға тең болады екен. Есептеп көріңдер. Енді қараңдар, тыныс алу тиімділігін аламызда бөлеміз неге? Биологиялық жүйе тиімділігіне. Мына екі формуланы табамыз. Яғни бірінші бізде тыныс алу тиімділігі 1162,8 килоджоульді бөлеміз 2812-ге. Яғни АТФ-тан пайда болған энергияны глюкозадан пайда болған энергияға бөлеміз, потом 100-ге көбейтеміз, и бізде пай шығады. Егер есептеп көріңдер, 40% шығады шамамен. Одан аз артық болмайды. Ой, міне. Сендерде жалпы мен өзім торсында оқығанда, БЖБ жазғанда бір кесте болған глюколиз және оттекті тыныс алуды салыстыр деп. Және ол жерде тыныс алу пайызын сұраған.
пайызын сұрағанда сендер мына жерде міне бірінші форма қолданасыңдар, тыныс алу тиімділігі. АТФ санына 2 АТФ қоясыңдар, себебі глюкоза 2 АТФ. Көбейтесіңдер 30,6-ға шыққан соң жасасыңдар. Ал толық аэробты ыдырауда уже сендер не істейсіңдер? 1162 килоджоуль. Ал пәк десе, пәкті тура сөз санап аласың. Негізі тұрақты пәкті санамай 40% деп айтып жүруге болады. Всегда 40%. Бірақ егер аэробты болса, егер оттек болса, жалпы толық 38 АТФ болса, пәк 40%-ға тең. Ал егер 2 АТФ қана болса, сіздерге қайттан санау. Сонда сіз 2-ні көбейтесіңдер 30,6-ға, ана бірінші формуламен. Потом оны бөлесіңдер 2812-ге и көбейтесіңдер 100-ге. Сонда сендерде 40% емес, одан үлкен болатын шығар. Шатаспасам. Немесе кіші бола ма, білмеймін. Санап көріңдер, короче. Мен зато сендерге формула бердім и есептің шартын түсіндірдім. Қалғандар өздерін шығарасың. Мысал шығарып бергім келген, бірақ не үшін егер мен ауызша айтып қойсам. Мысал берсем, бәрібір түсініксіз болады. Енді келесі термин сендерде бұлшықет қажуы. Бұлшықет қажуы бұл қарапайым сөзбен айтсақ, бұл бұлшықеттің шаршап қалуы. Сендер спортпен айналысқан кезінде энергия көп кетеді и митохондриялар азаяды. Нәтижесінде сендердің жалпы бұлшықеттің ішіндегі лактата, сүт қышқылы, ол жиналады. Гликолиз кезінде. Егер сіз көп жұмыс істесеңіз, осы лактата ыдырайды, энергия береді, бірақ кейін ол пока қалпына келгенше сіздің бұлшықеттеріңіз шаршап қалады. Ол бұлшықет қажуы. Оның себептері ол әрине спортпен айналысқан кезде шаршау, бірақ сонымен қатар сүт қышқылын жинап қалуы. Егер қатты көп жиналса, семіріп қаласыз. Не екенін түсіндіремін. Сосын сіңір созылуы, сіңір не екенін білесіңдер өттік 8 сыныпта, және жүйке орталығының қажуы, яғни ми бөлімдерімен жүйкелермен бір нәрсе болып қалса, қажып қалса, жұмысын тоқтап қалса. Енді қараңдар, бұлшықетке жалпы қан тамыр, немесе қан бұлшықетке оттек береді және қоректендіреді. Бұл көмекші құрылымдар. Келесі сендерде бұлшықет тепе-теңдігі дегеніміз, яғни бұлшықетте тепе-теңдік теңдік қозғалыс болмайды деген сөз. Қалыпты жағдай деген сөз. Егер сіз қимылсыз жай ғана жатып тұрсаңыз, бұлшықеттер еңбек етпейді, жұмыс істемейді, нәтижесінде дұрыс энергия болмайды, қажу болмайды. Алайда, мысалы мен қазір аузыммен сөйлесіп тұрмын, шайнап тұрмын, мысалы, бұл уже бұлшықет тепе-теңдігіне кірмейді, қажу болады. Себебі ауыз қуысында бізде не ауыз бұлшықеті бар, шайнаған кезде қозғалады. Көзім бұлшықеті бар, көзімен осы жабып ашқанда. Сонымен қатар сендерде спорт анаэробты мен аэробты болып бөлінеді. Анаэробты спорт бұл қарқынды бұлшық еттің жұмысы. Қарқынды дегеніміз, сендер үлкен штанга көтересіңдер. Көп жүктеме өте қатты түседі сендерге. Қиын болады. Шаршап қаласыз да, деп отырасыңдар. Сүмірейіп деп па? Өтірік айттым. Шаршап қаласың, бұлшықет қажу болады. Бұлшықет шаршайды, оттек жетіспейді. Себебі бұлшықеттің ішіндегі сүт қышқылы ол энергия береді. Спортпен айналысқанда оның мөлшері азаяды, ал егер ол мүлдем жоқ болып қалса, адам несі шаршайды. Энергия бермейді ол. Ол ыдырағанда спорт жасау кезінде энергия береді, сендерде бір шама пайда болады, бір шамамен жұмыс істейсіңдер, потом все, адам кетті, төсек кетті, жатып алады, құлап. Бұл, және оған әрине штанга көтеру, қашықтықта жүгіру кіреді. Неге? Себебі осы кезде оттек мөлшері өте резко азайып кетеді да, болды. Қалпына келмейді, немесе өте көп уақыт кетеді. Бұл анаэробты спорт, бұл зиян. Себебі әрине бұлшықет көп шаршап қалса, ол тартылып қалуы мүмкін, немесе жұмыс істеуі мүмкін, және ол өте ауыр сезім ғой негізі, бұлшықет ауырғанда, шаршағанда. Ал аэробты спорт, яғни оттек кезде, ол жүктеме түседі, бірақ біртіндеп қалпына келеді. Қалай? Мысал қараңдар, жүзу, велоспорт, футбол. Неге? Бұл бәрі жүгіру қозғалыс. Адам жүгіргенде ол кейбір кезде демалады. Мысал қара, жүгіресің, сосын жүгірген кезде сен тыныс аласың, қайтадан жүгіресің, тыныс аласың, жүгіресің. Бұл кезде саған жүктеме қарқынды түрде, жүктеме резко түспейді саған. Біртіндеп түспейді. Ол жоқ, біртіндеп дегенде, біртіндеп етпей түсе береді саған жүктеме. Өте қиын болады. Ал аэробты кезде біртіндеп кішкенеден түседі. Жүк кішкенеден түскендіктен сендердің оттек мөлшерін қалпына келеді, қайттан жиналады. Сол үшін бұл өте жақсы. Мысалы қараңдар, оттек азайып қалса, 20 секундтан кейін уже қайта қалпына келіп, сендердің жүгіретін уже шамаларың болады.
мына кестеге қараңдар. Мына кестеде сендер қараңдар. Спортпен айналысатын оқушылар жазып спортпен айналысатын адамдарда, спортсмендерде, качоктарда лактата сүт қышқыл мөлшері төмен. Себебі ол бұлшық етте жиналмайды, ол энергияға кетіп отырады. Бұл жақсы. Ал спортпен айналыспайтындар, яғни жаттықпағандар, оларда сүт қышқыл лактата көп болады. Сендерге айтайын, егер лактата көп болса, ол бұлшық етте жиналады да гликогенге айналады. Гликоген бұл қант. Қант бізде уақыттан кейін бауырға барады да майға айналады. Майға айналса адам не істейді? Семіреді. Спортпен айналыспайтын адамдар семіреді ғой. Дұрыс, потому что спортпен айналыспайды, сүт қышқылы жиналады. Ол гликогенге айналады, көмірсу ыдырамайды энергияға, себебі гликоген ол басқа зат. Ол бауырға барады, бауыр оны ыдыратып тастайды да майға айналады. Майға айналады да бұл майға жиналды да қор. Сендерде қарын пайда болады. Әні көп адамдар семіреді, себебі үйде жата береді. Сонымен қатар көп майлы тамақ жей берсеңіз тоже семіресіз. Сол үшін спортпен айналысу керек. Бұл жалпы гиподинамия деп аталады. Біз сендермен өткенбіз соны 8 сыныпта. Енді сендерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сендерге рахмет. Қайттан қарап алыңдар егер түсініксіз болса. Сізбен бірге Ребосом.kz болды. Менің парақшаларыма тіркеліңіз, Telegram, Instagramға сізді күтеміз. Сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сәттілік. Ал енді сау болыңыз.